әсемен, көңілдің аспанында әсемен, таулардың бұлағында әсемен, тыңдарман құлағында әсемен, әншінің айбыны әсемен, халықтың байлығы әсемен, өмірдің алауы әсемен, көңілдің қалауы әсемен. Армысыздар қымбатты қалайы көгілдір экранындағы барлық көрермендер. Назарларыңызда Шинжаң телевизиясы, Шинжаң Хуи мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған көркем тележоба әсемен байқауы. Өнердің жүктеп жүйесін, өнердің қорғап кесін, әсеменнен іздейміз, әсеменнің иесін. Мешін жылдың мерейін асырған. Көгілдір әлем көкжиек шалқыған, мерекені арғарай тамылжыған тәтті әуенімен жалғаған әсемен байқауы сахнамызды сәнге, көңілімізді әнге бөлемек. Көркем тележоба әсемен байқауы өзіндік ерекшелігімен дараланатын болады. Атап айтар болсақ, жасампаздық пен әншілікті бір үміткердің бойынан сары алтынды сараптағандай салмақтау, бағалау бұл бағдарламаның басты ерекшелігі. Мінекей әсемен байқауы осындай форма, мазмұн, құрылым жақтағы зор жаңалықтармен күллі көрермен қауымның жүрегіне жол тартады деп сеніп отырмыз. Сонымен бірге тағы бір айтар ерекшелік, әсемен байқауы тек қана қазақ ұлты ғана емес, әр ұлт үміткерлерінен құрам табады. Сондықтан да бұл сахнаны ұлттар ара ұлы ынтымақтың, ұлттар ара өнер тоғыстырудың сахнасы деп айтуға әбден болады. Ендеше бұл сахнаға кімдер төрелік етіп, асыл бұйымдарды таңдағандай, мықты өнерпаздарды екшейтін болады. Қанекей тәлімгерлерімізбен танысайық. Экранға назар салыңыздар. Композитор, профессор, музыка танушы Бағдат Естемесұлы. Шығыс күйінің ғылым кандидаты, композитор, ұлттық музыка зерттеуші Берік Төлепбергенұлы. Дәстүрләннің шебер орындаушысы, үздік тәрбиеші Аман Әубәкірұлы. Жунго алтын музыка сыйлығының егері, жас әнші, композитор Арай Айдарханұлы. Әсемен арқылы кең әлемге қанат қағадыл. Орай қашанда дайындығы барларға тән. Әндеріміз әуелей берсін. Үміт сіздерде. Біз әсемен байқауынан өмірлік әуен іздейміз. Өмірімізді әнге қосып, арманымызды іске асырайық. Ән әлемінде бірге сал. 大家好，我是 Coco 李玟。祝贺新疆电视台丝路金曲节目开播成功，希望哈萨克音乐早日走向全世界。大家好，我是老狼。首先祝贺新疆电视台的音乐栏目丝路金曲的开播，希望这个栏目能够介绍很多好听的新疆音乐。新疆音乐一直是我非常关注的好音乐。 也希望这个栏目能够发扬光大，希望哈萨克音乐能够早日走向世界。大家好，我是常世磊，在这里祝贺新疆电视台音乐栏目《丝路金曲》开播顺利，希望更多人能通过这个节目听到那么多那么好的新疆音乐，也祝哈萨克的音乐能够走向世界。大家好，我是 Tia 袁娅维，在这儿呢祝贺新疆电视台音乐栏目《丝路金曲》开播顺利，希望 越来越多的好歌曲让世界听到，加油！ Қанекей тәлімгерлерімізге тағы да бір рет қол соғып құрмет көрсетейік ағайын. Қош келдіңіздер. Өздеріңізге белгілі болғандай әсемен байқауы әнді де әншіні де бағалайтын бағдарлама. Сондықтан да мұнда жарыс ережесі де өзгеше болар анық. Ендеше жарыс ережесімен танысайық. Жалғасты назарларыңыз экранда болсын. Әсемен байқауы ән шығармаларын бағалауды басты мақсат етеді. Мұнда жасы 16-дан жоғары әр ұлт әнші композиторларының қатынасып, өз бақтарын сынауға мүмкіндік алады. Қазірге дейін бағдарламаға қатынасуға ниет білдірген ән шығармашылығымен шұғылданатын композиторлық қабілеті бар. Түрлі стиль, түрлі жанрдағы ән туындыларын шығарған 300-ден астам үміткер алғашқы саралауға қатынасты.
Оларды тәлімгерлер мен телевизияның режиссерлер группасы қайта-қайта саралау арқылы 60 өнерпазды таңдап шығып байқауға қатынастырып отыр. Байқауға халқымыздың танымал 4 өнер иесі Бағдат Естемесұлы, Берік Төлепбергенұлы, Аман Әубәкірұлы, Арай Айдарханұлы тәлімгер болып, таңдаулы әнші-композиторларды саралап шығады. Енді әр апта сайын 6 үміткер бақ сынап жобаның көрігін қыздырады. Әр тәлімгердің алды тосылған болып, сахнада өнерпаздардың кім екенін көре алмайды. Тек өнерпаздардың дауысы мен әннің жасампаздығын ғана ести алады. Егер өнерпаздың өнері ұнаса, тәлімгер алдындағы шамды жағады. Бірнеше тәлімгер шамды қатар жандырғанда, қайсы тәлімгерге шәкірт болуды өнерпаздың өзі таңдайды. Егер 4 шам түгел жанбаса, өнерпаз сахнаға қош айтады. Осындай тәсілмен әрқайсы тәлімгер өз тобына 12 әнші-композитор жинап, 4 тәлімгер жиыны 48 үміткерді іріктеп алады. Келесі кезекте жеке-жеке әр тәлімгердің тәрбиелеген 12 өнерпазынан ән орындау, мелодия, аспаптау жағындағы ерекшеліктеріне мән бере отырып, 6-ын таңдау, 6-дан 3-ті таңдау, 3-тен 1-ді таңдау арқылы, соңында бір тәлімгерден бір өнерпаз шешуші жарысқа қатынасатта, әсем ән байқауының аға жүлдегері сараланып шығады. Аға жүлдегерлікке автокөлік мінгізіледі. Екінші, үшінші, төртінші болған өнерпаздарға ақшалай сыйлық беріледі. Соңында әр тәлімгер өзінің шәкірттерімен бірге өнер кешін өткізеді. Сонымен бірге әсем ән байқауына қатынасқан әнші-композитордың ішінен көрермен өзі ұнатқан әнші-композиторға телефон арқылы билет тастайды да, ең соңында билет саны көп болған көрермен көңіліндегі ең үздік әнші-композитор атағына ие болып, автокөлік мінгізіледі. Әсем ән өнер байқауы. Мінекей, ән байқауымыздың жарыс ережесімен де танысып үлгірдіңіздер. Әсем ән байқауына районымыздың жер-жерінен ән жіберіп, белсенділік танытқан өнерпаздарды саралау арқылы тізгін ұстатады деген үміткерлер бүгін мінекей сахнамызға келіп отыр. Әуелі 4 тәлімгердің өз тобына шәкірт таңдауымен 48 үміткер келесі айналымға жолдама алмақ. Сонымен қымбатты ағайын, жарысымыз басталып кетті. Бірінші үміткерді сахнаға шақырамыз. Ауыл менің бейіш тұрағым, кіндігім қалған, кірлігім жуылған жер. Шаңырағымнан алғаш рет ауыл орталығындағы туыс-туғандарымның үйінде жатып оқыдым. Кейбір қиыншылықтармен әке-шешемді сағынып, оқудан қол үзгім келді. Сол сәтте пейлі данадай, мейірі анадай туған туыстарыма ақыл айту арқылы оқуымды қайта жалғастырдым. Сол кісілердің бойынан қазақ халқының дарқандығы мен жомарттығын, бір дәмді бөліп жейтін берекесін көрдім. Сол бір мейірімді жандар менің асқақ әніме айналды.
жаным айға қол созу менің өзіңнен сая тапқым келеді құлағым болып аққым келеді аман бол әке тілерім осы қойныңда мәңгі жатқым келеді өзіңнен сая тапқым келеді құлағым болып аққым келеді аман бол әке тілерім осы қойныңда мәңгі жатқым келеді қойныңда мәңгі жатқым келеді Қош келдің. рахмет. Алдымен өзіңді құттықтаймын. Осы бағдарламаның бірінші қабылданушысың да, осы жобада барсың. Құттықтаймын. Рахмет. Өзіңді бір таныстыра кете ғой. Атым Бақытбек Шәріпұлы. Туған жерім Леғазақ автономиялы облысына төте қарасты Құлжауданнан келіп отырмын. Жарайды. Жаңағы әнің әке туралы екен ғой, ә? Қандай сезім, қандай ой сені осы әнді жазуға жетектеді? Мен 2001 жылы Күйтін көркемөнер мектебіне барып, ол кезде кішкенеміз, сол кезде өзімнің мейірімді әкемді сағынып жазған әнім болатын. Бақытбек, енді бағдада ғана айтпақшы болған жерде енді ән деген адамның өмірімен байланысты болып жатады. Бір әнді жазып, енді оның ішінде жаңағы сөзі дейді. Осы ән өзіңнің өміріңмен тіке байланысты ма дейді. Енді сол әкеге деген сағыныш енді. Әкемді құрметтеп жазған мен. Рахмет. Жалпы бірінші осы әннің бірінші мелодиясы қалай, қашан ойыңызға оралды? Соны айтып берсеңіз демекшіміз. Мелодиясы енді сол сағынып жүрген кезде әкемді көз алдым елестетіп. Сағыныш негізінен. Бақытбек, былай болсын. Бір сұрақ қояқ, соған жауап берші. Әннің сөзін өзің жаздың ба? Жоқ. Енді әннің міне жерге қарасақ, әннің енді шумағы да бар, қайырмасы да бар, өзі шумақ. Бір қайырмадан тұратын ән екен, толыққанды кәдімгідей шумағы да бар, қайырмасы да бар. Әуені де осы халықтық әуенге. Енді бір жағын айтамыз ғой, мына енді дәстүрлі ән жағына келсек, жетісу әуендеріне жақын деген сияқты, кәдімгі халықтық әуендерге жақын екен. Бұл жерде менің саған шырақ басып отырғаным, әннің әуені өз жағыма келетін болсам, әннің әуені жетісу әуендеріне болмаса халықтық әндерге жақын болғаннан кейін мен жерде шырақ бастым. Рахмет. Ал енді Бақытбек, сол үшін бұл мына әнді деймін. Сен сол оқып жүргенде болғанда, кәсіптік мектепте оқып жүргенде жаздың ба, жоқ қай жылдары жаздың? 2001 жылы Күйтін көркемөнер мектебіне барып, домбыра класына қабылдандым. Сол кезде бірінші жылы жазғам. Сол Асқар Тау Қормал әкенің қандай мінезі, көңіл күйі, ол кісінің тәлім тәрбиесі, ол кісінің жаңағы саған деген ыстық ықыласы, солардың барлығы әсер етті. Сондай ма? Сағындың. Содан барып туындады. Жарайды, жақсы. Сол әкелер аман болсын. Ал енді мен саған қоятын бір талабым, мұнан кейін әрқандай әнді жазғанда сол әннің келіп шығу мән жайын, оның тарихы дейміз ғой. Арғы тегін, сосын өзіңнің сезіміңді не үшін жаздың, қалайша жаздың, не ойлар түрткі болғанын өзің бір қағазға жазып жүресің бе? Сол сияқты осы әнді де мұнан кейін әсерлі де керемет бір ой туатын жағдайға әкеліп халыққа, тыңдарманға айтып беретін болсаң, оның өнімі өте керемет болады. Менің үмітім сол. Мақұл, рахмет. Ал енді таңдау құқығыңыз өзіңізде. Рахмет барлықтарыңызға. Өнерімді жақсы көріп, шырақ басқандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызды талдағым келеді. Менің таңдайтыным Берік мұғалім.
Каршадайымнан өнерге қызықтым. Арман қанаты алып ұшып, астанамыз Бейжіңнен білімнің алтын қақпасы ашылды. Өкінішке орай, бір үйде 6 бала жалғыз ананың кірісіне қараған тұрмыс тапшылығы оқуымды жалғастыруға мүмкіндік бермеді. Сонда да өнерімді өлтірмедім. Сол білім ордасынан алыстамауға бекіндім. Сөйтіп, менің ең әсерлі қиыншақтарым Бейжіңде өтті. Ондағы әр ұлт азаматтармен өмір, өнер достығын орнаттым. Кейін Шинжаңға қайттым. Туған жерім Шинжаң гүлденіп, саяхаттың сайран бағына айланды. Қиын күнде бірге болған достарымды сағындым. Осы әнімді арнап, оларды Шинжаңға шақырамын.
你去新疆去看那铁山牧场，赛里木夫妇水冰蓝，荡漾着天鹅梦想。带你去新疆去看那破毡房，那一车那一浪，今天习惯平常。请你来新疆去看那丝路印象，连接了世界各国的目光。美丽的新疆，天高旷野茫茫，举世闻名火焰山，千年的胡杨。举世闻名火焰山，千年的胡杨。嘿。 Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал өзіңді бір таныстыра қойшы. Менің атым Серпіл, әкем атым Мұсай. Мен Бұрытала Арасын, Жартуан деген ауылдан келдім. Жарайды, жақсы. Мынандай жаңағы Қамажай деген әннің бір алдындағы кіріспесін қосыпсың ғой. Сол әнмен қандай себеппен екеуін жымдастырдың? Өйткені мен негізі кішкентайымнан осы ханша оқыдым. Достарым бәрі сабақтасым, мұғалім бәрі ханзу болды. Ал ішкерге барғанда және де ханзумен тұрдым. Өйткені мен ұлттық бояуымды қосып отыр. Серпіл, үлкен рахмет. Міне жерінде мен шырақ басып отырмын ғой. Мен бірінші айтам, осы әннің жаңа Қамажай дейміз, енді осының әуенінің айтылған кезде сен әннің сүйемелін өзің жасаған жоқ шығарсың. Мен енді жаңа Қамажайды қосқан себебіңді мен сүйемел жасаған кезде саған ой идея көрсетті деп ойлаймын. Енді арасында жаңағы бір шумақ айтылғаннан кейін арасында жаңағы шығыстың музыкасы дейміз. Восточный, мысалы шығыстың музыкаларына байланысты жезулар қосқан, әрбіріне де осындай бастан ақыр сүйемелді осындай нәрселер болған. Шинжанға уәкілдік ету үшін. Енді мен сені талдаған екем. Ары қарай өзің қазақша әуен, болмаса ұлттық нәрсеге жақын, халықтық нәрсеге жақын әуендер жазады деп ойлаймыз. Үлкен рахмет. Жарайды, Серпіл. Алдымен осы бағдарламада барсың, сенің тәлімгерің менен барып, қол алысып, танысып, таңдауың өзіңде болды. Жолың болса ары қарай енді домбыра ұстап шығып кетесің. Құттықтаймыз. Рахмет, осындай орай беріп отырғандарыңызға. Құттықтаймыз. Махаббат ол аса құдіретті сезім. 18.000 қаламның алтын арқауы. Мен жас жүрек жайып саусағын алыстағы айға талпынған шақта жоқ. Шіркін балдай тәтті сөздерің. Әуелде осы бір қарапайым жанның ақ көңілі адамдығы айрықша ұнаған. Күндей нұрлы асыл аруым. Боз дәурендегі жырымда әнімде соған арналды. Тек адамның өзін емес, оның өнер мен талантына да тәнті болдым. Талант иесі екенін бірден түсіндім. Махаббат қызық мол жылдар демекші, өмірдің мәнін, әлемнің нұрын оның көзінен көрдім. Сонымен сен бақытым деп әндеттім. Оның әсемнен айналып кетем деп кім ойлаған? Көңілімде гүлдей менің ашылып, қараймын мен бір өзіңе қызғана. Сенсің әнім, сенсің менің бақытым,
өзің едің асылым, айналайын таңым. Сенсің арманым, бір өзің, айтылар әнім, жаным. Сенсің менің бағым, аяулы арманым. Күлімдеушің, еркелеушің қиылып, көздеріңнен соны білгем сүйініп, сенің нәзді елесіңе елітіп, көңілімде жыңгілік, айналайын таңым. Сенсің арманым, бір өзің, айтылар әнім, жаным. Сенсің менің бағым, аяулы арманым. Айналайын таңым, сенсің арманым, бір өзің, айтылар әнім, жаным. Сенсің менің бағым, айналайын таңым. Сенсің арманым, бір өзің, айтылар әнім, жаным. Сенсің менің бағым, аяулы арманым. Арманым, о, арманым. Өзіңді бірінші таныстырып кетсең, осы өнерге қашан келдің, бұл әннің жазылуы қалай деген сияқты өзіңді кішкене қысқаша таныстырып кетті. Жарайды, ассалаумағалейкум. Бүгінгі осы әсем ән бағдарламасына келіп отырған барша көрермендер және төрт тәлімгер, сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Парасат Қалтайұлы, Тарбағатай аймағы Дөрбізін ауданынан келіп отырмын. Әзірге қызметім оқытушылық қызметпен шұғылданам. Ал енді бұл әндегі қандай оймен, қандай сезімдермен келді десеңіздер, енді әрқандай адамда әртүрлі сезім, әртүрлі махаббат болады. Бұл енді өзімнің тек қана өзімнің осы жорықтай жүрегімнен туындап шыққан өзімнің ең бір жақсы, өзімнің ең ұнатып айтатын әндерімнің бірі деп білемін. Тек бұл ән осы өзімнің сүйген жарыма арналған ән. Бұл музыканың сүйемелдеу музыкасын өзің жасадың ғой, Парасат? Иә, өзім істедім. Сондай жақсы істелген, ішіндегі гармония, өзіңнің музыкаға деген идеяларың бәрі сондай тұнық. Менше әніңде сондай жақсы, маған ұнады. Біріншіден маған ұнады. Рахмет. Ал енді жаңағы әніңнің аты не, тақырыбы? Сен бақытым деген ән. Сен бақытым. Жаңа айттың өзің махаббат түрткі болды дедің ғой. Сүйген жарыңа арнапсың. Сонда ең саған әсер еткен, ең бірінші сүйген жарыңның қандай мінезі, қандай көңіл күй осыған жетектеді? Мен алғашқы сол қызым жарыменен жүріп махаббаттасып жүрген кездерімде енді соған деген өзімнің бір сүйіспеншілігімді, өзімнің бір махаббатымды осы бір әнменен жеткізейін деген бір ойлар келді. Енді біз өнер адамы сезімді өте бірінші орында ұстаймыз. Мен ойлағаным осы сезім арқылы осы әзіргі жарымды өзіме деген бір сүйіспеншілігін білдірсем, осындай бір өзімнің адал махаббатымды осы ән жолдары, жыр жолдары арқылы соған жеткізсем деген бір ойлар менен жарайды, жақсы туындады. Үлкен азаматтық борышлық, оның үстіне сүйген жарыңа әнмен не дейміз, сияпат тартқаныңа үлкен
рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге де. Бақытты бол. Рахмет. Ал енді мына әннің әуеніндегі кішкене ойнақы ритмдерінен шығарған екесің. Ойнақы ритмге шығарғаныңа қарағанда сәл бұрындауырақ қой деймін әнді шығарған кезің. Жаңадан танысқан кезде? Дұрыс. Енді танысып жүрген кезде де шығарғам. Сол кезде айтып бердің, солай ма? Ал енді осы әннің ішіндегі саған жаңа айттым ғой, әуенінде қазақы әуен бар деп ойлайсың ба? Қазақи әуен қайырмасының 3-ші бөлімдерінде аз мөлшерде бар деп ойлаймын. Қандай соны айтып бере қойшы? Мәселен, айналайын таңым, сенсің арманым бір өзің, айтылар әнім жаным, айтылар әнім жаным деген жерлер. Ай, жарайды. Мұнан кейінде тағы да ізденуге тиістіне халықтық әуендерді де осындай DJ дейміз бе? Әуендердің ішіне қамтытып отырып шығаруға талпынатын болсаң тіпті керемет болады деп ойлаймын. Жарайды, рахмет. Жаңа осы әннен кейін қосылды ғой саған, е? Қосылды десек те болады енді. Қандай сәтті шығарма? Музыкадағы идеяң өте жаңаша, мелодияңда онша ауыр емес, жеп жеңіл бір махаббатыңа үшін арнаған бір жеңіл сезім, бірақ та жеңіл сезімнің ар жағындағы ыстық махаббатта сезіліп тұр. Сәтті шығарма менше. Егер мен тобыңа келдетін болсаң, екеуміз бірге тіпті де сәтті шығармаларды, тіпті де жақсы музыкаларды бірге ойнаймыз деп ойлаймын. Рахмет. Таңдау өзіңде, Парасат. Жарайды, рахмет, барлық ұстаздар. Сіздерге шексіз рахметімді айтам, басым дейіп сәлем беріп. Рахмет, сіздердей ағалар, музыканттар көбейе берсе екен деп тілеймін. Ал енді менің әзірге талғам, енді өзімнің әзірге орындап отырған әнім де негізі барлықтарыңызға түсінікті болды. Менің талғамым арайласу. Шинжаң сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген әсем ән байқауы. Тамашалап отырғандарыңыз Шинжаң телевизиясы, Шинжаң Хойы мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған көркем тележоба әсем ән байқауы. Имран сауытына таласу атындағы әсем ән байқауы. Бұл реткі ән байқауын Шинжаң сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеп отыр. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп ұлабай жырлағандай, әсем әннің құдіреті 62 тамырды иітіп, желпінтіп, жадыратып барады. Жарыста барған сайын қызып келеді. Сөзбен саз, әнмен әнші, бәрі бір жүректің дүпілінен қуат алып, қалықтай беруі қандай керемет. Ендеше, жүлдегерлеріміз қайдан шығар екен? Көмбенің ең соңғы кезегі кімге бұйырар екен? Қанекей жалғасты үміткерлерімізді сахнаға шақырайық. 15 жас отау иесі дейтін қазақтың ұрпағы болған мен 15 жасымда әніме аптар боларымды ойламаппын. Сол жылы өмірімнің тірегі болған әкемнен айырылдым. Жарық ойнаған жасылақтай 15 жастың жалыныма әлде қош айта бастаған балғын балалыққа деген қимастық болар. Жүрегімдегі бар сезімімді әуеніммен бейнелейтін. Сырлы саздың әуені жетелей беретін мені. Сонымен қамқор асқар таудай әкеме деген ерен құрмет сағыныштан осы ән дүниеге келді.
қайдасың әкежан, көзіме көрінші ай, оралшы қайтадан, сағындым өзіңдай, әкешім аяулым, өзің жоқ қасымдай, сыр шерткен баяғы, зар болдым ақылға. Ізгі кең пейілім, бой созып арманға, әкедей мейірлі адамға жан бар ма? Әкешім астанам, бар бақыт әперген, асқар тау баспанам, сыйлаңдар әкені. Қайдасың әкежан, көзіме көрінші ай, оралшы қайтадан, сағындым өзіңдай, әкешім аяулым, өзің жоқ қасымдай, сыр шерткен баяғы, зар болдым Өзіңізді бір таныстыра кетсеңіз. Мен атым Шалқар Сабырұлы. Осы кезде Іле Қазақ автономиялы облыстық ән үйірмесінің оркестрінде домбыра орындаймын. Домбырашысымын. Менше өмірде де, өнерде де ағам болып келесіз. Әніңіз өте тамаша, өте жақсы шығарма. Ең қызық жері, сіз осы әнді 15 жасыңызда жаздыңыз ғой? Мен де дәл 15 жас кезімде әкеме арнап бір ән жазғам. Сондықтан ұқсастықтар бар болды. Әніңіз шынында өте жүрекке тиді. Мелодиясынан бастап, сөзі, одан кейін сіздің орындауыңыз, гитара шалуыңыз, гитараның үстіндегі аккорд, гармонияларыңыз бәрі сондай жақсы. Рахмет. Шалқар бауырым, енді мынау әке туралы, әке Асқар тау деп жатырмыз. 15 жаста қазақ айтады, отау есі дейді, сенің басыңа сондай ауыр күн туғанына барлығымыз куәгеріміз. Біздің де қабырғамыз қайысқан. Сабыр аға деген енді халық сақшысы болған, елін қорғаған, отанды қорғаған, сондай керемет адам. Мен Шалқарды бала кезінен білем. Шалқарды жетектеп қолынан біздің мектепке, осы өнер саласына, сол Сабыр аға алып келген болатын. Жаңағы әнің өте керемет шыққан, енді оның мелодиясы болсын, жаңа өзіңнің орындауың, көңіл күйің, жүрегіңнен таза. Оның тұтас тұлғасы, жаңағы оның шарықтау шегі, жаңағы ана тексі де сондай қабысқан мәтіні. Енді одан кейін Шалқар, сен өзіңде бір дарынды, талантты, жаңа композиторлығың бір басқа болса, сал сен бұл кереметтей домбырашы. Ал енді мен жағы шырақты басудағы себебім, мен сенің бойыңдағы талантты толық білем. Сенде қандай өнер бар, қай бағытта жүре алатыныңды. Сондықтан осы шырақты жағудағы себебім сол болды. Шалқар, енді ең бірінші осы әсемінге келгенге құттықтаймыз. Енді менің шырақты баспағандағы себебім негізінен түсінікті болу керек. Бірінші жаңағы өзің жақсы домбырашың, жақсы күй шаласың, жақсы музыкантсың, одан кейін жаңа гитарамен ән айтып отырсың.
жана берік ағамыз шырақ басып отыр. Ол кісінің гитарадағы жаңағы ойнауы, ол жердегі аккорд, басқа дағы нелерін өзің білесің. Ал енді ол кісінің күйшілігі, басқа дағы несін өзің білесің. Бұл жерде отырып енді жаңағы Серпіл сияқты тағы да мен домбырамен айтқызам, болмаса басқа десек тағы да келмейді. Сондықтан енді одан кейін Арай бауырымыз басып отыр шырақты. Өзіңнің мен білгенде эстрадалық бағытта осы мына өзіңнің жаңағы музыкалық таланттың сол жағына қарай жақын ғой деп ойлаймын. Сондықтан енді қандай жағдайда өзің музыкада, басқада жүрген жолыңда үлкен талант иесісің. Әлі де осы әсеменге қатынасу арқылы әке туралы енді ән, әкеге, анаға деген махаббат болады. Одан кейін туған жерге, елге деген махаббат болады. Осы туралы жақсы әндер ары қарай әсеммен ұштасып, ары қарай кете береді деп ойлаймын. Өнер жолында осы әсеменде үлкен сәттілік тілеймін. Ал Шалқар, алдымен сен әсемен бағдарламасының қосынына кірдің, құттықтаймын сені. Ал енді әке туралы ән жазған екесің. Сені 15 жасынан бағып қағып өсірген ана туралы ән жаздың ба? Күй бар. Қаны гитарамен орындағалы бола ма? Болады, бірнеше аспап болса, оның мен біраз мына гитара ойнап берсе бір. Бәрекелді, жарайды. Ал енді саған мен шам басқан себебім осы әкеге деген жүрегіңнен шыққан әуенмен керемет осындай бір тамаша ән жазып арнағаның мені баурады өзіне. Жаңағы шеткен күйіңде анаңа еркелеп жатқан бір сезім шығып тұр. Әңгімелесіп екеуің ғана шамның түбінде шашыма, мұқыр жайлауында ма әңгімелесіп жатқан сезім беріп отыр. Рахмет, жарайды, мұнан кейінді сізге сәт. Осындай әдемі шығармаларды шығара бер. Таңдауың өзіңде, ерік өзіңде. Менің таңдауым берік маған.大家好，我是巴音国乐，来自博乐温泉县。我从小生在一个贫穷的牧人家里，从小喜欢音乐，也是自己写词，作词作曲，也写诗。07年去内蒙古艺术学校，上完中专毕业以后，因为家里的条件不允许，加妈妈的身体不太好，所以没能继续上。草原在哪里？目前我在乌鲁木齐追求着我心爱的音乐梦。草原就在你的目光里。借着 SM 这个平台，我想让更多的民族听到我心里的歌声。
Имран сауытына таласу атындағы әсем ән байқауы. Sen dursun iki dürün neyin setken endic valaşka enkri khara alın kharogin tastirtim çe akşiz valaşka cinken andre erzikilin gaqtın uyaz aldız valaşka amrı khara nukhunuk çin kimil jeyum modal sanar çin libas inni bimini khofta sawaç inkri kharme chamda khatsaralar ziriknacin matın çingevere Vidin atırçin bibas pahayo inni bimin korkusu aç inkri kharren çamdan kotoruna Orsin zamkhardaç Asırdaç balışkan çinim yaz Endir xonu aratsın setken Asıldaç balışka ünlü xərə Setkilin üçün kimil jeyum sananda nadigen teyse inni bimini khofta sawaç inkri kharme chamda khatsaralar nukhunuk çin kimil jeyum modal sanar çin bibas pahayo inni bimini khofta sawaç inkri kharme chamda khatsaralar ziriknacin modal çingevere Vidin atırçin bibas pahayo inni bimin korkusu aç inkri kharmen
欢迎你参加我们哈萨克金曲大赛，非常高兴。谢谢谢谢。先介绍一下自己。大家好，我叫巴音郭乐，是蒙古族，来自波尔塔拉温泉县。你在写这首歌的旋律的时候，是什么样一个动机，或者什么样一件事情启发了你写这首歌的旋律？特别是副歌，对副歌的那个，其实音域，线条是挺长的、挺大的，正好适合你嗓子里的爆发力。我想知道你这个旋律是怎么样一件事情让你写出来的？这个旋律的话，就是当时作曲的时候，我那时候是刚毕业，然后家里也条件不允许，然后好不容易买了个电子琴，也是我人生当中第一把琴。买了以后就是天天玩那个琴，刚好这个词刚到我的时候，不到1个星期就把这个曲子编出来了。因为刚玩这个电子琴的时候特别激动，然后特别开心，想的这个一听到自己作曲特别开心。然后就是这是个大调歌曲嘛，然后这是个和弦里面出来的歌曲。当时也是当时的环境吧，也就是特别无聊，刚毕业那时候特别迷茫，不知道往哪儿走，然后就出来了个，谢谢。我觉得很好听，只是说，我今天没有来得及拍，这个我真的是要向你道歉。对，当我正准备拍的时候，歌已经唱完了。巴音郭乐你好。你好，老师。这个蒙古族和哈萨克族，我们都是草原民族啊，马背上的民族。我问你，你马头琴会不会拉呀？会。是个什么程度啊？这个马头琴的话是业余爱好吧，应该是，人人都会拉这个，但是我也不是拉的那么好，这是简单的那个。那个弹拨乐 top shir。top shir 可以，谢谢。你会说哈语吗？哈萨克语？简单的会说，但是简单的也能听懂一点儿。说1、2句吧。阿玛斯吧。谢谢。我希望你将来的有一天能创作出一个哈萨克旋律的音乐。好的，好的，一定一定。欢迎你。谢谢。做出你的选择。那首先感谢2位导师为我这个亮灯。那我的选择是我们的这位老师。巴教授，巴达教授，巴老师。选择您。Өнердің нұры тұнған шаңырақта дүниеге келдім. Бесігім ана әлдеймен қоса әкем жазған әндерімен тербеліп ер жеттім. Әр ұлт ұрпағына білім беріп, өнерге баулыған әкем, мені де өнерге баулығанымен, менің жасампаздықтан да талантым бар екенін байқаған жоқ. Бірақ әкемнің қаны, анамның ақ сүтінің құдіреті болар. Мен де әке жолын қудым. Армандаған оқу орнында білім алып, өнерімді шыңдадым. Әрине, алғашқы туындымды қазақ елінде оқып жатқан кезде шығардым. Мен үшін сахнаның үлкен кішілігі жоқ. Халыққа тек таза өнер керек деп ойлаймын. Шинжаң сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген әсемән байқауы.
болам деп қайтада бірге, қолашын жайған өмірге, серігім болғаның үшін, теңеймін айға да күнге, жүзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін, өртеген жалғыз сәтіңнің өтеуін қалай беремін. Теңеймін жұлдызға күнге, қораққа құндызға гүлге, айнымас адал досымсың, шығатын шыңғысқа бірге, жүзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін, өртеген жалғыз сәтіңнің өтеуін қалай беремін. Мыңнала көзің қадасын, сездірмей сезім жарасын, селт етпей сертінде тұрған, серігім өзің ғанасың, жүзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін, өртеген жалғыз сәтіңнің өтеуін қалай, жүзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін, өртеген жалғыз сәтіңнің өтеуін қалай, жүзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін, өртеген жалғыз сәтіңнің өтеуін қалай беремін. Жұлдыз, қош келдің. Сәлеметсіз ба, Берік аға? Жұлдыз енді, Жұлдыз Бағдатқызы. Енді көп таныстырудың да қажет жоқ болу керек. Сонда да Жұлдыз енді өзің таныстыра кете ғой. Мен Жұлдыз Бағдатқызы. Мен қазір істейтін жұмыс орным Шинжаң педагогикалық университеттің музыка факультетінің оқытушымын. Вокалдан сабақ беремін. Қазақстан Республикасының Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының тамамдап, елге оралып, қазір шәкірттерімді тәрбиелеу үстінде. Ата жолын қуып тұрсың ғой, әке жолын. Жұлдыз, енді мен бір нәрсені толықтай кетейін. Ең бірінші, Жұлдыз, енді екеуміздің мына дауыс қою сабағы дейді ғой, Қазақстан Республикасында бірге сабақтас болғанбыз университетте. Роза Тәжібаевна деген апайымыздан Жұлдыз классикадан сабақ алған. Мен мына халық бөлімі дейді ғой, халықтық әуен дейді. Маған сол дауыстан сол кісі сабақ берген. Енді айта берсек, менің осы жерде шырақ басудағы себебім, енді өзің классиканы да жақсы айтасың, эстрадалған да жақсы айтасың, жалпы жақсы музыкансың, талантсың. Және содан мүмкін енді сен қай жерден салса да шығып ән айта беретін болуың керек. Дегенмен қолыңа домбыраны беріп, Жон Валды сияқты, басқа да Ләйлім Шырақ дейміз, көптеген әндерді айта бересің. Бірақ та өзіңнің қалауың білет. Енді өзің білесің талдауды. Рахмет. Амансыз, Жұлдыз әпеке. Сәлем, Арай бауырым.
бір жақсы эстрадалық шығарма ең маңызды жері адамның есінде қалу. Сіз бірінші ауызындағы мелодиясында осы шартқа толғансыз. Болам деп қайтадан бірге, құшағын жайған өмірге. Қандай әдемі әуен. Егерде бауырыңыздың тобына келсеңіз, екеуіңіз бірге жалғасты эстрадалық музыкаларды тіпті жақсы бірге ойнап, бірге күліп, солай өтеміз деп ойлаймын осы әсем әннің бағдарламасының ішінде. Рахмет бауырым. Бұнан кейін де мынау сен эстрадалық әндерді де көп жазып жүрсің ғой енді. Сенің әуенің стилің басқаша. Енді дәстүрлі әндерден де жазып көрдің бе? Дәстүрлі әндер. Мен білгенде сен жазған жоқсың. Ал мынау классикалық жақтан да, мына дәстүрлі жаққа да мән беруіңді үміт етем. Әкелік тұрғаннан емес, өнер жолы туралы. Осылай. Рахмет, әке. Төрт тәлімгер бірақ мына шырағын жағып отыр. Сенің 8 қырлы бір сырлы екеніңді біз енді бір жағы балаңдап отырмыз енді. Бұл Бағдат ағадан өтетін ұстаз жоқ енді. Және сол Бағдат ағаны талдап қалама деп, таңдап қалама деп. Өзіңде, таңдау өзіңде. Менің таңдауым Берік аға. Әуелгі қара жарыстың өзінде-ақ өнерпаздарымыз көсіле шауып, жарыстың қайқан екендігін бірден аңғартты. Ал 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар таңдап алу тәлімгерлер мен экран алдындағы көрермен қауымның терең талғамында болмақ. Сонымен әсем ән байқауының алғашқы кезеңінің де мінекей тізгін тартар кезі жетіп үлгірді. Ал жеңілу жарыстың табиғаты. Ондай болса енді жарысымызды қорытындылайық. Экранға назар салыңыздар. Бүгін әсем ән байқауының тұсаукесер санында 6 үміткер бақ сынады. Оларды алдыда отырған 4 тәлімгер бағаларын беріп, өздері ұнатқандарына шамдарын жақты. Сахнаға әуелі халықтық әуенде асқақтата ән салып жүрген Бақытбек Шәріпұлы шықты. Жүректен шыққан әнге тәлімгерлердің бәрі де шамдарын жақты. Жарыстың ережесі бойынша таңдау жасағанда Бақытбектің шешімі тәлімгер Берікке түсті. Екінші рет сахнаға Серпіл Мұсайұлы көтерілді. Өнердің талай белестерін бағындырсам дейтін өнерпаздың әні де, әңгімесі де тыңдаған жанның құлағында қалды. Оның таңдауы тәлімгер Аман Әубәкірұлына түсті. Үшінші рет сахнаға Парасат Қалтайұлы көтерілді. Ұстаздық кәсіппен шұғылданып, талай шәкірттерді тәрбиелеп жүрген Парасаттың ән жасампаздығында өз ойламы бар екені көрініп тұрғандай. Оның таңдауы Арай Айдарханұлына түсті. Келесі кезекте Шалқар Сабырұлы гитарамен ән орындап, сахнаға тағы бір қырынан сән қосты. Оның таңдауы тәлімгер Берікке түсті. 5-ші рет сахнаға Моңғол азаматы Байынғол келді. Жаста болса бағымды сынайын деп келген оның жігеріне мойынсал болмасқа амал жоқтай. Моңғол әнін әдемі даусымен жеткізе білген оның таңдауы тәлімгер Бағдат Естемесұлына түсті. Сахнаның соңын қыздыруға Жұлдыз Бағдат қызы шықты. Жұлдыздың өнеріне 4 тәлімгер бірдей шамдарын жағып, өздерінің тобына қосуға асықты. Бірақ Жұлдыздың соңғы таңдауы тәлімгер Берікке түсті. Осымен мінекей әсем ән байқауының алғашқы кезеңі де соңғы мәресіне жетіп үлгірді. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй.